Құрметті білім алушылар, массив күйін басқару пәнінің кезекті дәрісі көлбеу және күрт құлама кен орындарының тұрақтылығын анықтау. Бұл презентацияда біз тау-кен жұмыстарындағы көлбеу және күрт құлама кен орындарының тұрақтылығын анықтаудың маңыздылығын, негізгі факторларын және қазіргі әдістерін қарастырамыз. Кіріспе кен орындарының тұрақтылығы негізгі ұғымдар. Тұрақтылық кен орынның сыртқы және ішкі күшті әсерінен өз қалпын сақтау қабілеті. Жылжу тау жыныстарының немесе топырақ массасының төмен қарай қозғалуы. Құлау кен орынның жекелеген бөліктердің кенеттен бөлініп төмен түсуі. Апатты жағдайлар тұрақтылықтың бұзылуы нәтижесінде туындайтын қауіпті оқиғалар. Геологиялық факторлардың әсері. Жыныстардың түрі мен құрамы, тау жыныстарының беріктігі, жарықтылығы және су өткіштігі тұрақтылыққа тікелей әсер етеді. Геологиялық құрылымдар, жарықтар, жарылымдар және қатпарлар кен орнының тұрақтылығын бұзуы мүмкін. Гидрогеологиялық жағдайлар, жер асты суларының деңгейі мен ағысы тау жыныстарының беріктігін төмендетіп, эрозияны күшейтеді. Сейсмикалық белсенділік, жер сілкіністері мен тектоникалық қозғалыстар тұрақтылықты күрт өзгертеді. Геотехникалық параметрлерді бағалау әдістері. Бірінші зерттеулер, екінші зертханалық сынақ, үшінші геофизика, төртінші қашықтықтан зондтау. Дәл геотехникалық бағалау тұрақтылықты анықтау үшін өте маңызды. Бұл әдістер тау жыныстарының физикалық, механикалық қасиеттерін зерттеуге мүмкіндік береді. Талдау модельдері және бағдарламалық қамтамасыз ету. Бірінші, сандық модельдеу. Кен орнының тұрақтылығын болжау үшін шекті элементтер және соңғы айырмашылықтар әдістері қолданылады. Екінші, статистикалық талдау. Тарихи деректер мен ықтималдығы теориясы негізінде тұрақтылықты бағалау. Үшінші, арнайы бағдарламалар. Пиас, Рошетсон, Black 3D сияқты бағдарламалар күрделі геотехникалық есептеулерді орындауға мүмкіндік береді. Тұрақтылықты бағалаудағы қауіптер мен белгісіздіктер. Деректердің жеткіліксіздігі, геология зерттеулердің толық еместігі немесе деректердің дәлсіздігі. Модельдік қателер. Қолданатын талдау модельдердің шектеулігі немесе дұрыс таңдалмауы. Табиғи құбылыстар, күтпеген жер сілкіністері, нөсер жауындар немесе су тасқындары. Мониторинг және бақылау жүйелері. Үздіксіз мониторинг кен орнының тұрақтылығындағы өзгерістерді уақытында анықтауға мүмкіндік береді. Бұл жүйелер деректерді жинап, талдау арқылы қауіпті жағдайлардың алдын алады. Деформацияны бақылау, жер асты суларының деңгейін өлшеу, сейсмикалық белсенділікті тіркеу. Сенсорлар қозғалысты, қысымды және температураны өлшейді. Дрондар ауадан суретке түсіріп 3D модель жасайды. Спутниктік жүйелер кен аумақтық деформацияларды анықтайды. Нақты мысалдар, кейс стадиялер. Ашық кен орындары. Ірі ашық кен орындардағы беткейлердің тұрақтылығын қамтамасыз ету тәжірибесі. Жер асты кен орындары, күрделі геологиялық жағдайлардағы туннелдер мен қазбалардың тұрақтылығын басқару. Қалдық қоймалары бөгеттердің тұрақтылығын бақылау және қауіпсіздік шаралары. Алдын алу және басқару стратегиялары. Дәл зерттеулер, геологиялық және геотехникалық деректерді мұқият жинау және талдау. Дизайнды оңтайландыру. Кен орнының геометриясын және бекіту жүйелерін оңтайландыру. Дренажды басқару. Жер асты суларының әсерін азайту үшін дренаж жүйелерін орнату. Бекіту шаралары. Анкерлер, торлар және бетон жабындар арқылы жыныстарды бекіту. Қорытынды және келесі қадамдар. Көлбеу және күрт құлама кен орындарының тұрақтылығын қамтамасыз ету тау-кен өндірісінің қауіпсіздігі мен тиімділігінің негізі. Бірінші, технология жаңалықтарды енгізу. Екінші, мамандардың біліктілігін арттыру.
Үшінші, халықаралық стандарттарға сәйкес жұмыс істеу.